Бүгін барлық жұмысымды бітіріп, енді демалам деп ойлағаным сол еді. Кенеттен құрбымнан көйлегім дайын ба деген хат келді. Әрине, дайын дедім де, бір жыл бұрын әкелген маталарынан киімдерін тігуге кірістім. Бүгін демалыс болмайтынын түсіндім. Ең алдымен қоңыр түсті матаны алып, тез-тез өлшеп, пішіп, кесіп шықтым. Жан таласып жұмыс істегенім сонша өзімді тігінші емес, жарысқа шыққан адамдай сезіндім. Одан ары сұр түсті матаны да өлшеп, пішіп, кесіп шықтым. Бұлай жан таласамын деп ойламаған ем. Сосын оверлокты алып, оған тездетіп, 4 жіпті тағып, кесілген детальдарды бір-біріне қосып тігіп шықтым. Машинада бүгін тыныштық болмайтынын сезген сияқты зуылдатып жұмысқа кірістім. Екі көйлекке де оюларды әдемілеп тігіп шықтым. Тігіп біткенім сол еді, есікке қоңырауда соғылды. Құрбым да келіп қалды. Үлгердім-ау әйтеуір. Дайын болған көйлектерді көргенде жүзі бал-бұл жайнап қатты қуанды. Ризашылығын айтып мәз болды. Соны көріп мен де шаршағанымды ұмытып кеттім.